Біреуі, мен қатты ақылды болып көрінгім келмейді, мен всегда экспертный, анау эксперт болып сөйлеп жүргім келе бермейді дейді. Дәл осы моментте, мен айтайын, мен 2 күннен кейін біз 8 күнге бесплатный мастер-класс ұйымдастырып жатыр. Фрилансерлерге, СММщиктерге, мобилограф, видеограф барлығына ең пайдалы 1 миллион теңгеге шығатын инструменттерді, жеке брендтің, сценарийдің, контент планның инструменттерін сол жақта тегін береміз. Бесплатный мастер-класстың ішінде. Соған келіңіздер. Ол живой форматта болады. Онлайн ба, офлайн ба? Онлайн болады. Мастер-класстың өзінен ақ, сол момент болады, какой-то минут болады. Сол минуттың ішінде отырып клиент табады. Достар, сәлем, қалайсыздар? Бүгін тегін курсымыздың 3-ші сабағы. И бүгін бізде өте ерекше формат. Өйткені подкаст форматта түсіретін боламыз. Бүгін бізде қонақта Бекұлы Мәлік маған сұрақтар қойып отырады, қонақ болып отыра. Өзіңіз таныстырып өтсеңіз. Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Есімім Мәлік болады. Кәсіпкермін, продюсермін осыған дейін. Әртүрлі салаларда жұмыс істегем. Продажада 5 жылдық опытым бар. Әртүрлі сделкалар жүргізгем. 1 миллионнан 100 миллион теңгелік сделкаларды жапқанбыз. Қазір фокусымызды осы инфобизнесқа, продюсирование қойып отырмыз. Нұреке, мышленияның негізі продажаға, ақшаға, заработыққа қаншалықты ол влиять етеді? Қазір негізі в целом көптеген инструмент үйрететін адамдар тек қана инструмент үйретіп қояды. Негізі адамға тек қана инструмент керек емес. Ол жақта плюс мышление и психология керек. Давай, сен қазір 50 мыңға, 100 мыңға түсір жүрсің да, и сен қалай 500 мыңға көтере аласың, если сенде миың әлі оған дайын емес. Сен оған соответственно услугаларды бересің база жоқ, бірақ сен өзің іштей қорқасың. Блин, 500 маған төлейін деп жатыр ма? Өтірік болмайды, мына жерде мен бір қылмыс жасап жатқан сияқтымын, өзімді андай бір винить етемін. Қош, маған 500, сонда мен жай ғана барып түсіріп кетемін ғой, маған сонда 500 мың төлей ма деген сияқты ойлардан негізі мышление дұрыстап арылу керек. Либо клиенттің алдына барып билеттесің, типа 500 мың теңге дейсің, бірақ өзіне керек емес услугаларды айтып, көбірек обещать етіп, өзіне жұмысты көбейтіп алуы мүмкін да. Негізі түсіретін кадрың бір жарты сағаттық кадр болса, оны бір 2 сағатқа созып, ары-бері өтірік бір нәрселер түсіріп жүресің, чтобы жұмыс істеп жатқан сияқтымын деп көрсету үшін. Мышление услугаға да керек. Тек қана инструмент емес, плюс мышление. Ал мышление, например, айтады жаңағы, типа результат қалай, это орта инструментарный білім және мышление дейді. Соның жаңағы 10% ол инструментарный білім дейді, 30%, 40% примерно орта, 50% мышление. Чисто решать дейді негізінде. И получается, мышленияны қалай нетуге болады? Типа, мысалға ол барлығы ойлауы мүмкін, типа, менде проблема бар, мен түсінемін, оны қалай шешемін деген сияқты. Шешімді қалай табады? Мышленияны мен өзім чисто на примере қалай істедім. Бұл ютубтағы видеолардан кәдімгі жақсы адамдардың қараймын, қойдым қазір нелерді, көптеген бұрын стендап, сондай бір юмористический нәрселер қарай беретін. Оказывается, это тоже мышление түсіріп тастайды, өзінің состояниең түсіріп тастайды. И плюс сондай учебный видеоларды қарап бастадым біріншіден. И екіншіден уже кітаптар. Кітаптарда тоже сол барлығын база бірінші, сол богатый папа, бедный папа, не ссы, мынау деген сияқты. Соның барлығын негізі базамен оқып шығасың. И дальше уже жаймен адамдармен танысып бастайсың, сөйлесіп бастайсың. Оказывается, бір адамдармен танысқан кезде шай үстінде айтып қалады, сен өзің ойың білдірген кезде, ал олардың ойы вообще басқаша екен. Ол жұқпалы, Типа мына нәрсе, 200 мың қымбат қой десе, брат, қымбат емес, негізі сен астау жүрсің ау дейді да. Қалай сонда деп ше. Мада ойлап кетесің да, осы жоқ деп. Получается, адамның ойы, убеждениесі ол жұқпалы. И ол кері әсер беруі мүмкін, немесе жақсы әсер беруі мүмкін. И таңдауын сенде негізі қандай убеждениені сен барып жұқтырасың. И получается, сенің араласатын ортаңа, адамдарына өте қатты фильтр қою керексің. Конечно. Потому что оның ойы сенің ойың болып кетуі мүмкін уақыт өте. Вообще, да, классно, прикольно. Получается, не істеу керек, это, например, орта, білім алу керек, и просто, мне кажется, каждый раз надо фильтровать, Да. Типа, мысалы, осындай ситуация болып қалды, маған осындай ой келді, менің ойым ба, әлде ол басқа біреудің ойы ма деген сияқты. Мысалы, қазір инфоның заманы, инфошум везде, политиктер болсын, блогерлер болсын, там, мамочки, эксперты, все бәрі инфо. И адамда фильтр болу керек, ортасы, золотая середина болу керек. Бұл ақпарат маған керек па? Так, керек жерін қырып аласың, картошканы аршыған сияқты. И керек жерін алып аласың. Керек емес жерін, все, идем, кеттік, маған керек емес деп. Мысалы, көп ақылды адамдарды айтуы мүмкін, чтобы басқаша ойды, может, ол дінге қарсы болуы мүмкін деген сияқты. Может, там, жұмысыңа келмей қалуы мүмкін. Может, бар да қуып таста деп айтуы мүмкін. Да тусовки, это супер, деп. Мысалы, бар ғой ондай орыстарда, мысалы. Қарайсың да, блин, бұл маған керек емес деп. Жақсы жағын фильтровать ету керек. Да.
Ал получается сізде мысалы переход қалай болды? Мысалы сіз осыған дейін белгілі бір средний клиенттермен жұмыс істеп жүрдіңіз, а вот үлкен клиенттерге шыққан кезде ішіңізде қандай басында қорқыныштар болды? По-любому мышлениемен ол кезде, может, до этого өспедіңіз, потом өстіңіз ба? И сол кезде қандай ойлар бірінші келді? Так, мен 30 мыңға түсіріп жүрген кезде, по идее 30 мың да көп еді маған ол кезде. Ең бірінші үлкен чегімді айтқан кезде тық айтып телефонға жазып жіберемін, сол үшін телефонмен сөйлеспеймін, саған говорить етпеймін. Чисто письменно, либо кездесуде вживую, да? Из-за того, что сіз бағаны айтып алып қаласыз, сіз телефонмен сөйлеспейсіз. Сол кезде болды, типа. И бағаңды көтерген кезде, мен өзімді кінәлі сезініп кетемін ғой. Блин, солар бүкіл тапқан ақшасын қиналып істеп жүр. Маған сонда бүйтіп бере сала ма, мен бір күн барып түсіремін всего лишь деп ше. Болмайды мынау деп ше. Даже бір кімді түсірген, мен депутаттым. 5 мың теңгеге түсірген ма, 10 мың теңгеге түсірген ма. Анада жүріп 200-камен жүріп медеуде жеке өзіміз сөйлесіп қояды, Нұр Отанға кіресің ба, айтады деп, жоқ кірмеймін деп. Сөйтіп айтады, 5 мың теңге, 10 мың теңге түсіріп жатырмын, и менде тоже чувство вины, анау, мен всего лишь кадр алып жатырмын деп ше. И какой-то момент келді, это бұлай жалғаса бермейді, качествоны өсіру керек. Мен қалай чекті көтердім, мен білім алдым. Бірінші курстар алдым, и ең көмектескен маған наставничество болды. Мен Украинадан, тоже адамдардан білім алдым, орыстардан. И наставничество болған кезде маған айтады, олар айтады, вот сол кезде түсінесің. Мысалы, интернетте бәрі айтады ғой, чегіңді көтер. Не нұрқия, короче, саған көмектеспейді ол. Өйткені оны бәрі айтып жатыр да, ал саған жеке бүйтіп, саған сенімді адам, сен оны көріп жүрсің, доверие бар. Саған айтса, вот по-братски, вот мына жерін дұрысташы, онша емес мына жер деп айтса, вот сол кезде істеп бастайсың. Маған чегіңді көтер, и осындай пакетке қой. Мен өткен сабақта айттым ғой, пакет деген білесіздер ғой. Пакетке қой, сол кезде сенде жақсы келесі деңгейге шығуға мүмкіндік болады деді. Вот білім алғаннан кейін, наставничество алғаннан кейін менде сондай ой болды. Получается, адам өзінің бағасын мысалға көтере алмай жүруі мүмкін қазіргі да, действующий там мобилограф болуы мүмкін, контент-мейкер болуы мүмкін. И оның бірінші проблемасы ол өзінің білімінде не уверен до конца. Екіншісінде, грубо говоря, да, наставник жоқ, который оған айтатын, сенің бағаң осындай болу керек, потому что нарықтағы адамдар осыны түсіріп жатыр деген сияқты. Барда просто сат клиенттерге жаз деген сияқты. Ондай адам жоқ, Конечно, жоқ. Любой мен білетін адамдардың бәрінің наставнигі бар. И сіздің үлкен результат жасауыңызға влиять еткен осы екі фактор ғой. Білім алу и наставнигіңіз болды. Тупо айтып отты сізге осылай істе, барда просто істеші деп. И сіз, грубо говоря, миыңызды өшіресіз, бараса істейсіз и результат аласыз. Мен даже наставничество ол кезде алғанның өзінде олай болды. Наставничество алам, и өзім жайлы алғанымда айтып жатқанның өзінен сол бойынша заказ түсіп жатыр ғой. По идее, саласы басқаша еді, визуал деген сияқты еді. Ол кезде хит болған, қазір трендте емес сәл. Визуал істеймін, сол бойынша курс алдым, енді давай порвем деген кезде маған сол бойынша заказ түседі ғой. А мен оны білмеймін. Қалай істегенін әлі оқыған жоқпын, бірінші сабақ болған жоқ. Бірақ айтып бастаған өзінде айтады, это вселенная так работает дейді да. Сен қаншалықты ашыласың, айтасың өзің істеп жатқан жұмысыңды, и саған сол бойынша ризықтар келе береді да. И вообще, блин, база жоқ дедім. Саған төлеген ақшаның жартысын ақтап алдым деп ше. Сондай ой болды сол кезде. Қызығы, сонда адамның бір ғана ойы оның результаттың бірнеше жылға шегеруі мүмкін ғой. Например, да, сіз мысалы жасыңыз 20-да болуы мүмкін, 21-де болуы мүмкін. Если вы білім алмай, грубо говоря, да, өзіңіздің пленінде болып қалсаңыз, сіздің келетін результатыңыз ол сізді 5 жылдан кейін келуі мүмкін. А в потенциале соны 1 жылда да алып келе аласыз да. Получается, бір ғана ой да. Әрекетіңіз бірдей болуы мүмкін. Мысалға, сіздің де түсіретіңіз видеоңыз бір, мен де түсіретін видеом бір, бірақ мен ол видеоны миллионға сатамын, саластан 200 мыңға еще қысылып сатасыз да, короче. Ең қызығы, рост менде көбірек болады ғой. Бірақ істейтін видеоңыз бір дейді, скорее всего, ондай еще рынокта адамдарда болды ондай чувство. Ондай бар? Ондай көрген шығар, типа, вроде тура мен сияқты әрекеттер істейді, бірақ что-то қаттырақ сатып жатыр деген сияқты. Ішінде бір түрлі сезім болады да. Ондай адамдарда, короче, мындай нәрсе бар, эго деген нәрсе бар. И олар білім алғанды мойындамайды. Өзім алам, өзім нормально деген сияқты. Может, там басқа орыстарды мойындамайды шығар, может, там басқаларды. И миллионға сататын адам видеосы онша емес, менікі ғана нормально деп іштей жүре береді. И какой-то момент келеді, өзінің видеосы онша емес екенін сезіне бастайды. И андай неопределенно болып қалады да. Біреуді іштей жаман көріп жүреді, жек көріп, онша емес түсіреді, сонда қалай қымбатқа сатады ол дейді да. И бір күн келеді, что өзде сол ойларының таяқ жетті сол ойдан, и деңгей түсіп кетеді, қалғандар өсіп жатқанын байқайды. Жастар кетіп жатыр, Смитрамп кетіп жатыр, анау кетіп жатыр, и өзінің бүйтіп бір орында қалған байқап қалады. Получается, өзінің эгосы, өзінің, грубо говоря, одан сайын копать етіп жатыр ғой. Өз-өзіне таяқ жеп жатыр да.
получается эгоны қалай сындырамыз, типа енді оны қалай нетсек болады, здоровый эго деген бар ғой, и оған қалай өте аламыз, типа переход болады ғой, типа. Здоровый эгоны менің өзімнің кейсімде мынандай болды. Менен жасы кішкентай тоже енді бастап жатқан видеографтармен де мен встреча назначить етемін. И бір жақсы келе жатыр ма, бір байқап тұр ма, ерекшелік. Давай, ассалаумағалейкум, қалайсың? Консультация бар ма? Мен қысылмаймын даже одан платно сұрауға да. 50 мың, 30 мың, давай мен саған төлейін, үйретші. Айтады, өмірге қалайсың? Давай кездесек просто осылай. Тәжірибе алмасайық. Бірінші эго. Сындырып тастайсың, зачем ол? Одан сен пайда көресің, ол сен де оған пайда бересің да. Опыт алмасың. Мысалы, кейбіреу мойындауы мүмкін, вообще бол, өткен жылы бастаған, мен 5 жыл болып жүргеніме деп жүре берсем, трендтер ауысып жатыр ғой, адаптация керек та. Сен әркімнен білім алып отыру керексің солай. Ал екіншіден, тупо сындыру керек, отыру керек. Өзің басыңа жетеді, түнде бүйтіп ойланып бастайсың ғой. Не болып кетті, дегеннен кейін уж қоя салу керек қой, эго дегенше. Понятно. Бәрімен, в общем, ашық болу керек та, бәріне. Рынок өзгеріп жатыр, стабильно, адамдармен тәжірибе алмасып отыру керек, и барып сұрауға, сатып алуға, обменді нарушать етпей, этиканы сақтап, білім алуға дайын болу керек, всегда. Жалғыздың үні шықпас дейді ғой. Да, келісемін. И возможностьтердің барлығы сол адамдарда арқылы келуі мүмкін ғой. Бірнеше проектілер болуы мүмкін, заказдар болуы мүмкін. Да. Мысалы, өткенде айтқан бір нетворкингтен бір адамнан 50 мың теңге вип төлеп, даже мен одан 1 миллиондай шығардым да. Ол вообще кайф нәрсе ғой, по идее. Бизнесте де қанша есе ақталып жатыр. Любой жерде ақша саласың и оны ақтайсың. X2, X10, X20, 30-ға дейін көтересің да. Білімді дәл солай ғой, сен білім аласың, мысалы, давай бір 250 мың төледің, 500 мың төледің, и ол саған ақталады. Білімнен ақталады біріншіден, екінші ортамен ақталады, үшіншіден сол үйреткен адамның ортасына кіріп кетсең, болды сенде вообще. Просто бірге коннект боласыңдар и да. Мысалы, менде болды ғой, бұрын наставничестволарда жігіттер болды. Қайсар деген жігіт болды, жаныма кіріп алады, найман да, үйренеді, басқалар сияқты бүйтіп, болды, мен бір кездесіп сөйтіп кеттім емес та. Жатам, братан, қайда барасыз? Қалай қайда барасыз? Түсіректе бірдеңе дейді да. Давай деп алып кетесің да, уже анау көріп тұрсың көзінен отты. Уже ода бар да, короче, давай деген сияқты. И жанында жүріп, уже опыттар жинай береді да. Негіз, мақсат та сол болу керек. Интеграция, тупо. Барасың, сол адамның ортасына біріншіден қосылуың керек, сол адамның білімін, опытын алуың керек, и просто айтқанын істеуің керексің. И результат-то, по идее, неизбежен, негізінде. И бірақ адамдарда мынандай ситуация болуы мүмкін да, қазір көріп отқан. Вроде істеп жатыр әрекет, вроде клиентке жазып жатыр, вроде бірдеңке істеп жатыр, но не получается, короче. Бір кішігірім депрессияда болуы мүмкін да, типа, блин, что-то. Ол істеп жатырмын деген бір бөлек, дұрыс істеп жатырмын деген екі бөлек қой. Істеуі мүмкін, давай. Сен рассылка жібересің, 100 адамға рассылка жібер. Но бірақ сенде жеке бренд дамымаған. Портфолио жоқ, упаковкаң говно. Саған не деп жауап беру керек олар? Типа, начинаешь мобилов, писам, кетші бар дейді ғой. А давай сен упаковканы жаса, дұрыс әрекеттерден баста. И жеке бренд айналыс, өзіңе контент түсір, портфолионы сал, бөліс. Просмотр жинақ кішкене. И соны барып предлагай. Вот, менде просмотр бар, жақсы картина бар, менде жақсы кейстар бар. Давай и с вами тоже поработаем. И вот сол кезде дұрыс әрекет болады. Тупо дұрыс емес әрекеттермен пере берсең, короче, ол выгорание ғой оның арты. Получается, любой әрекет, тупой әрекет, ол результат алып келеді деген шарт емес. Результат дегеніміз, ол шарттары орындалған әрекет. Жаңағы упаковкасы дұрыс болу керек, личный бренді прокачанный, айтатын сөзі, жіберетін рассылкасы и оффері, да, грубо говоря. Соның барлығы дұрыс болса, адамда результат болады. А результат болмай жатыр ма, значит, біреу орындалмады. Сен либо ключевой этапқа дұрыс алып келмедің, созвонға, встречаға, либо сатқан кезде өзіңді низкая позицияға қойып, да, типа, бағанды айтқан кезде қорқып айтып, там, либо же әртүрлі фрагменттер болуы мүмкін, где он мог бы допустить ошибку, да. Бірақ результат дегеніміз ол анық та, оған жетуге болады, просто надо чек-лист форматына қарау керек та, типа, результат дегеніміз мынау болса, оның шарттары мынау, қайсы орындалмады. Типа, продажа болмай, мынау істелмеді, скорее всего. Давай осыны істейміз, қайтадан істеп көреміз. Да. И сол кезде депрессия деген зат болмайды ғой, по идее. Конечно, дұрыс істеп тұр ғой өткен. Прикольно. Сенде андай мэп бар ғой? Көзің алдында сенде уже карта бар. Сен тугишпен А.Б.ға барасың, так, мына жерде тұрмын, клиентке былай бару керек. Сол жөнмен бара қоясың, дұрыс әрекеттермен, мына жерде поворот налево, направо. А если сен айналып келіп адасып кетсең, кімнің кінәсі ол? Дұрыс емес әрекет қой. Типа, мына жолға сен жүріп барасың, главное, и дұрыс емес жолмен деп по-любому жүріп барасың, да? Бірақ точка Б-ға алып келмейді ол. Дұрыс емес әрекет та ол. Я сен әрекет істеп жатырсың, без проблем. Типа, мен жүріп баратын болды деген әңгімесі ғой, дұрыс жүру керек қой. ИБД ғой. Көбісінің проблемасы, мне кажется, сол деп ойлаймын. Именно, потому что бізде, мысалы, басқа проектілерге аламыз ғой, фрилансерларды не. Қарайсың әрекетінен, вроде да, күшті істеп жатыр, әрекет істеп жатыр, бірақ
ИБДшник та, ИБД дегеніміз имитация бурной деятельности. Бірдеңке істеп жатыр, бірақ ақшасын қарасаң әлі байыған жоқ та. Үлкен чекқа шығу, получается, ол біріншіден инструментарный ілім білімде болмауы мүмкін, это просто тупо мына жақта болуы мүмкін, біріншіден. Это жаңағы бір клиентке сразу миллионға сатып, 1,5 миллионға сатып, ну и так далее, да. И классно. Получается, мы давайте бір рет подытожим. Оған не керек? Оған сенің ортаң өте маңызды, сенің ортаң қандай әңгімелер айтады. Егер де сенің ортаңда миллионға сатып жүрген адамдар болса, саған да сату нормально болып кетеді. И скорее всего сен сондай клиенттермен жұмыс істеп бастайсың, которые миллион төлеуге дайын. Потому что ондайлар бар. Екіншісі ол білім. Типа білім дегеніміз эгоны сындырып, мен барлығын білемін, мен барлығын білемін деп ойлаймын деген убеждениені алып, білім алуға ашық болып. Үшіншісі наставник тупо. Айтқан затын істейсің, потому что ол путті өтті ғой. Мысалға, сен оның орнына, типа, сен 5 жыл құртқаннан гөрі, ол өткен путті алда, скопируй, да, грубо говоря, тура айтқан затын істеш, қайталаш, типа, ничего не придумай, велосипед, қайтала, и сен ол 5 жылда жеткен результатқа сен 1 жылда жету мүмкін, да? Кайф. И плюс мынандағы ортаның ең басты формуласы, мысалы 5 бала болып жүресің, араласасың, и барлығын жақсы жолда кәсіпте жүрсіңдер, и біреу, короче, жақсы бір формуланы тапты, и нормальный сумма зарабатывать етті. И сенен бір 2-3 есе өсіп кетті, да? Да, ну нафиг, так можно? Дейді да, и ол сені тартады. Давай маған қолдан, осыны істей жатыр. И сен де көтерілдің соған. И придет время, сен де одан 2-3 есе көтерілуі мүмкін. И бір формуланы тауып алдың, жақсы запустың, анау-мынау деген сияқты бір видеомен, рилстың форматымен кіріп жатсың, и сен оны тартасың. Бір-бірлерін тартып жүресіңдер, солай. Личный бренд. Давайте поговорим. Личный бренд дегеніміз. Личный бренд. Ну, үлкен продажаға шығуға ол өте қатты ойлайды деді ғой. Өте қатты ойлайды деді, потому что, ну, скорее всего, мен, типа, егер де просто ойланам, типа, вроде маған миллионға сатып жатыр, ал ол өзіне ондай зат түсірген ба, біріншіден деген сияқты сұрақ болуы мүмкін, да, типа, андай болады ғой. Хорошо, типа, а у тебя есть такой, например, сіздің өзіңіздің инстаграмыңыз қандай упакованный, да, мысалы қанша 17 мың 18 мың подписчик бар, и сіздің рилстарыңыздың өзі әдемі, да, и клиент келген кезде былай да келуі мүмкін, да, типа, Нұрсерік, ассалаумағалейкум, я просто хочу видео как у тебя деген сияқты вообще, маған просто осындай видео түсіріп берші, маған сенің видеоң ұнады деген сияқты вообще. И ары қарай может кейстарыңызды көруі мүмкін, уже кейстағы видеоларды қарайды и так далее. Получается, қазір егер де фрилансерда өсе алмай жатса, потологын тез алмай жатса, продажа болмай жатса, одна из главных проблем это мышление, это дұрыс емес әрекет, тупой әрекет, да, ИБД. Үшіншісі ол не болуы мүмкін, личный бренд болуы мүмкін ба, как думаете? Қазір мысалы, мен қазір көріп отқан адамдардың примерно жасы 20-25, 18-15 деген сияқты. И Құдайдың берген, дальше уже білмеймін қанша жыл өмір қалды. И өміріңде бір ғана навыкты, осы ғана навыкты үйреніп алсаң, қалған өмірің жизнь малине болады десе, сен істейсің ғой соны. И бұл владение медиа. Сен внимание. Внимание захватывать етуің керек. Нефть, 21 ғасыр бұл контент, жеке бренд. Сенде қазір внимание қайда, хайп қайда, и ақша да сонда. Да. Мысалы өзіңе қараттың адамдар 20 мың просмотр жайды, 30 мың, 50 мың, дальше 500 мың, миллион кетті, внимание сенде бар. И сол жерде ақша жатыр. Сен қазір жай бүйтіп өзіңмен өзің біреуге түсіріп беріп, басқаға ақша істеп жатырсың. И давай енді сен өзіңе де істе. Сен недостойнсың болсаң да өзіңе жеке бренд дамытуға. Ондай зат болмайды, оның подписчигің болса, оны көреді. Типа, ешқашан сенен қорқыныш болмайды. А что будет завтра деген сияқты вообще, по идее. Біреуі, короче, мен қатты ақылды болып көрінгім келмейді, мен всегда экспертный, анау, экспертный эксперт болып сөйлеп жүргім келе бермейді дейді. И екіншілер бар, я не хочу быть клоуном. Типа билетіп, күлдіріп, не қылып, анау, тоже не хочу дейді. Дәл осы моментте, короче, мен айтайын, мен 2 күннен кейін біз 8 күнге бесплатный мастер-класс ұйымдастырып жатырық. Фрилансерлерге, СММщиктерге, мобилограф, видеограф барлығына ең пайдалы 1 миллион теңгеге шығатын инструменттерді, жеке брендтің, сценарийдің, контент планның инструменттерін сол жақта тегін береміз. Бесплатный мастер-класстың ішінде. Соған келіңіздер. Ол қандай форматта болады? Ол живой форматта болады. Онлайн ба, офлайн ба? Онлайн болады. Онлайн болады, Онлайн живой форматта, мысалы, неден прямой эфирден қарайды, как положено, вебинар форматында отырып, живой болғаннан кейін, ол жерде монтаж ештеңе болмағаннан кейін, от души инфолар шығады, жасырып қалатын, қысып қалатын барлығы айтылады сол жерде. Получается, любой фрилансер 1 миллион теңгеге шығудың пошаговый планын ала ма? Әрине. Бірақ помимо этого тағы да қандай нелер болады ішінде? Бізде практикалық сабақ болады, ол мастер-класста, бесплатный мастер-класс еще. Біз практикалық сабақ береміз, и ол не жайлар, мастер-класстың өзінен ақ, короче, сол момент болады, какой-то минут болады, сол минуттың ішінде отырып клиент табады. Практическое задание, где уже бірінші заказдарды істейсің, короче, соны істейсің, и сенде клиент болады. Классно, классно. Ол кімге арналған? Кімге арналған? Сол начинающий мобилографтарға,
СММщиктерге, контент-мейкер болғысы келіп жүргендерге, действующий контент-мейкерлерге, сценарийден қиналып жүрген, Просто заказымен проблема болып жатқандар, даже. чегі төмен видеографтарға да деген. Кайф, классно, классно. Мне кажется, күшті, еще бесплатно, онлайн форматта любой адам қатыса алады. Күшті, келіңіздер. Нұреке, сіздерді күтеді бұйыртса. Кайф. Жақсы, рахмет. Жақсы, Ассалаумағалейкум. Күшті. Классно побеседовали.